Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Көп болды менің YouTube каналыма шықпағаныма. Оның себебі сіздермен жайсыз хабарды бөліскім келмеп еді, бірақ амалым жоқ, бөлісуіме тура келіп отыр. Алып заңғарым, бәйтерегім әкемізден айырылып қалдық. Соның қазасымен, қайғысымен қанша жүрдім. Бірақ дегенмен артымда қалың ел, қара орман халқым барда, ағайын туға туысым барда, балаларым барда, еңсемді тіктеуге, сабырымды жинауға, қажыр қайратымды, күш қуатымды жиналуға тиіспін деп шештім. Сондықтан барлық жігерімді жинап, сіздерге осы видеоны түсіріп отырмын. Иә, оңай емес. Өкпе жүрегім үзілмесе де үзілгендей, қабырғам сөгіліп отыр. Жаным шырқырап, қос қанатым опырылып, заңғар шыңым, алыбым, бәйтерегім құлап жатыр. Оған қарамастан Алла күш қуат берсін, иман берсін. Қолдаған, бізге қол ұшын созған барлық жанашыр жандарға рахмет айтамыз. Жақсы әкенің аруағы 40 жыл сүйрейді дейді ғой. Әкемізбен үзеңгілес жүрген, біз білетін білмейтін жасырын жария жақсылықтары, кембештіктері, кемшіліктері болса, Аллам өзі кешірсін. Біз үшін дұғада болып жатқан, біз үшін, әкеміз үшін артынан оқытып атқан дұға тілектер, қатымдардың Алла тағала сауабын жазсын. Барлығымыз бұл өлімнің дәмін тататынымыз қақ, ертелі кеш. Аллаға сансыз шүкір, әкеміздің ақ батасын алып, өз үйінен Алланың ақ өлімімен қалай бұйырылған болса, шамамыздың келгенінше соңғы сапарына шығарып салдық. Енді тек қана артында қалған ұрпағына, үрім бұтағына, бала шағасына Аллам хайырлы, ұзақ, жақсы өмірді нәсіп етсін дегіміз келеді. Сондықтан мен сіздермен біргемін. Сіздер де қолдау көрсетіп қойыңыздар. Үлкен үмітпен, сынған жерде сынып қалмай, еңсемді тіктеуіме осы халқымның ақ батасы, тілегі арқау болды. Рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін.